енді әскерден келгеннен кейін тіршілік керек, уже болашақты ойлай бастадық. Ертең үйленсем енді не болады деген сияқты. Содан мына дасаф деген bo'z, ол кезде шопырларды дайындаймыз, жүргізушілерді. Ол кезде 2 категория бар. БЦ, ДЕ деген. Содан жүргізушілік жағын үйретеміз, және сабақ береміз. Содан обкомға өзі оғыз үлкен таныстың арқасында келесің, жай шопырлықтың өзіне. Сонда шопыр болып кіріп, жаңағы дасап, мұғалімдік бәрін тастап, сол шопырлыққа кірдім. Ол енді болашақты ойлаған менде. Осы мамандықта жүріп, жұмысшы мамандығында жүріп, осы мәдениетке қалай ауысып келдіңіз, сол туралы баяндап беріңізші бізге. Енді біздің жаңа айтып кеттім ғой, техникумда оқып жүрген кезде бізді практика дейді, бірінші айдан бастап әртүрлі салада бұның бәрі болашақта өздерің керек деп солай оқытатын. Бірінші курстың өзінде біз жаңағы моторды, машинның моторын қалай жинау керек, қалай жөндеу керек, жаңа тормозной колодка дейміз, соған дейін машинаның астын түгелін бәрін үйрететін. Ол жалғы механик болғаннан кейін сен барлығын білуің керек дегендей. Содан мына жерде ол кезде көптеген автобазалар бар, таксопарк бар, соның барлығына жұмысқа жібереді бізге. Әмбе арасында азын-аулақ тиын тебен аламыз. Бізде енді оның бәрін өттік. Содан бір күні бастығымыз шақырып айтты, осылай. Ол кезде Кәріпжан, Ботантай Кәріпжанович деген театрдың директоры, Обаев деген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, бас режиссер болды Обаев. Екеуін кабинет шақырып айтты, сіздерге бір орынбасар шыдамайды, тоқтамайды осы. Мына жігітті алып көріңдер, байқаңдар, істей алмаса өз көзі жетер деп. Содан бірақ енді ол кезде партия мүшесі болуың керек, қызмет өсу үшін, сондай принцип болды ол кезде. Партия мүшесі болатынмын, әмбе техникум бітірген, одан жаңа высшее образование, технологический институт, инженер-экономист, кейіннен экономист алдым. Содан осы театрға кеп 84 жылы бастадым қызметті. Ол кезде гастроль деген болады, 3 айға кетеді, бір театр 4 бригада болып. Сонда 4 бригада 8 автобус дайындаймыз жаңағы. Біреуінде жүкті дейді, біреуінде халық отырады, артистер. Оның үстіне мына осы театрдың ішіндегі іші сыртының барлығы, көрермендермен жұмыс істеу, аудандарға шығып, выездейміз, гастрольдік сапарлар. Осының барлығын бірде сүрініп, бірде тұрып айтып сөйтіп жүрдік. Енді ол адам баласы ар-намысың болатын болса, үйренеді екенсің барлығына. Құдайға шүкір, осы әлгі техникумда, мектепте, институтта жайына қалды, өмірлік мектеп осыдан басталды. Тәуба, сол өмірлік мектептегі ұстаздарым, соның бірі жаңағы Ботантай Кәріпжанович, әлі күнге дейін бар, құдайға шүкір жанымызда. Осындай үлкен тіршілікте көптеген адамдармен танысып, жаңағы жан-жақта үлкені бар, кіші бар, оқу орындары бар, солардың бәрімен қызмет істедік. Бертінде мен енді мынау Қытаймен, Моңғолиямен көп жұмыс істедім, өнер саласында. Сонда мына Шәуішек дейміз, Үрімші дейміз, әлі күнге дейін хабарласып тұрмын, барғанда тіпті менің бала-шағам барса да күтіп алады. Канземин деген бар. Қазір үлкен бір мекеменің, мемлекеттік мекеменің директоры, ол кезде жай қызметкер болатын, содан танысқанбыз. Шүйдің Фың деген аттарын білем, әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Дантун деген ұйғыр болды. Ол қазір Үрімжіде тұрады, Шәуішекте болған кезінде. Одан бері бұлай баратын болсақ, Моңғолияның бірталай аудандық мәдени саласының басшыларменен дәмдес болдым. Ол кісілерді біз сол жаққа барып өнер көрсетіп отырдық, театрда апардым, филармония апарым концертпенен. Ол Моңғолияның таза моңғолдарды осы шақырып өнерпаздар осында келіп бізге концерт қойды 1-2 күн. Осы қалалық мәдени үйде. Және де ана Үрімжі қаласында, Алтай қаласында бардық біз. Ол жақтың да өнерпаздар осында келді. Бұл еген көрдіңіз бе, ол әлгі ұлттыққа бөлінудің қажеті жоқ. Өнер саласы
қандай оған тілдің де керегі жоқ, аудармашының да керегі жоқ. Солай қызмет істедік. Енді сізді көріп отырған көрермендерге, қала жұртшылығына, елімізге жалпы айтар тілегіңізбен сұхбатымызды аяқтасақ. Енді біз қашанда мақтанамыз, әрине мақтанған дұрыс. Егеменді ел болдық деп біздің бабаларымыз кезінде армандап, аңсап, жаумен қырқысып өткен. Біз бүгін соған жетіп тұрмыз. Тәубашіліктеу керек, тәуба керек. Ауыз бірлік керек. Қазақстанымыз көркею үшін тәлім тәрбие жаңағы айтып жатырмыз ғой. Төменнен бастап жоғарыға дейін білім саласы, ол міндетті түрде оқығаннан кейін бәрі бастық бола қою міндетті емес. Мен қайда жүрсем айтып жүрем, әр мемлекеттің атын тарихта қалдыратұғын ол өнер. Қазағымызға, қазақ еліне, Семей жұртшылығына жақсылық тілеймін. Алла қуат берсін, елімізге береке, бірлік, тыныштық берсе екен деймін. Алдағы уақытта өркендеп, енді сол әлгі тіпті Америка менен Қытай болмай-ақ қойық, орта буында ел қатарлы жүрсек, Қазақстанның көркейіп өскен тілеуін тілейміз. Сондықтан қазақ көркейе берсін, өсе берсін. Болашақ жастарымызға Алла тағала қуат беріп, Қазақстанның өркендеуіне үлестерін қоссын дегім келеді. Әумин, рахмет. Сұхбатыңызға көп рахмет. Өзіңізде аман болыңыз, аға.